Бәріне сәлем достар. Бүгінгі сабақта біздер Access токенді пайдаланып үйренеміз. Бұл токенді біздер авторизация үшін пайдаланамыз. Яғни біздер оны демонстрация ретінде мына жерге жаңа endpoint ашайық. Яғни осы токен арқылы біз бұл токен қай адамды білдіретінін көрсетеміз. Бұл яғни сіздер өздеріңіздің Instagram аккаунттарыңызға кірген кезде профиліңізді басқанда сіздің суретіңізді ат жөніңізді шығарып тұру керек. Сол API-ді жасаймыз қазір. Ол үшін мына жерге жаңадан сұраным ашайық. New request. Оны біздер get aus деп атаймыз. Және қалған URL-ді көшіріп қояйық. Бұл яғни API регистр болса, енді біздер users aus деп ашсақ болады. Және бұл get сұраным болады. Бұл жерде біздерге ешқандай денесін жіберіп қажет емес. Жай ғана мына header деген жерде, немесе мына aus деген жерде сіздер былай жасайсыздар. Bearer токен және мына алған токеніңізді жасайсыздар. Ол үшін біздер қайтадан серверіміз жүргізейік алдымен. Және осыдан кейін қайтадан авторизация жасаймыз. Жаңа токенімізді аламыз. Енді мына жерде get aus деген жерге қоямыз. Бұл бізде жасамай тұр. Енді осының API-дің имплементациясына көшсек, URLs деген жерде біздер URL-дарды қарап шығайық. Бізде register деген URL бар. Осының қасына aus деген URL ашу керекпіз. Және ол ausқа бөлек viewset ашсақ болады. Ол viewsetті біздер мына viewsettің көшірмесі ретінде бастап user API view деп қойсақ болады. API view'дің орнында негізінде viewset деп жазғанымыз дұрысырақ болады. Және осыған ұқсас етіп user viewset деп жазамыз. Бұл user viewset бізде user serializer'ды пайдалана берсін. Және біздер мына жерде create деген сияқты дайын методтардың орнына өзіміздің методымызды жазып шығатын боламыз. Ол метод яғни aus деп аталады. Бұл методты біз қандай да бір әрекет ретінде береміз, action деп. Ол action'ды ең алдымен біздер импорт жасау керекпіз. Яғни ол бізде декоратор. Ол декоратор дегеніміз осы функцияға әсер ететін метод немесе басқа функцияны айтамыз. Мысалы оны from REST framework decorators action деген жерден импорт жасап аламыз. Және біздің функциямыздың аты aus болады. Яғни бұл авторизацияға арналған API деп айтсақ болады, немесе endpoint деп айтсақ болады. Бұл жерде біздер self, яғни осы класстың және request аламыз. Сериализатор. Бұл сериализатор бізде мына сериализаторды алатын болады. Бізге mixengerден create модулды кетіріп тастасақ болады мына жерде. Және мына жерде сериализатор data деген жерге біздер request datаны емес, біздер request user'ді жіберетін боламыз. Яғни бұл авторизацияланған адамды білдіреді. Енді осының жауабын біздер былай жасаймыз. Return response serializer data дейміз. Ал статусын 200 деп берсек болады. Ал енді action ішінде біздер мынандай нәрсені ұмытпауымыз керек. Detail false болады. Екінші біздер методты жазамыз. Method get. Бұл жерде detail false дегеніміз, яғни сіздің API-ніздің түріне байланысты. Мысалы, бізде мынандай API бар. Біздің адамның профилін қарау керек болсақ, мынандай етіп жасауға болады. Users, мысалы, сол адамның ID-і және profile деп. Сол кезде сіздер осындай метод ашасыздар да, тек мынаның атын profileға өзгертесіздер. Және мына жерде return true дейсіздер. Яғни бұл сол кезде бірінші адамның профилі дегенді білдіреді. Ал егер сіздер юзердің
авторизацияланған адамды алғыңыз келсе юзерді, онда detail false десеңіздер, оған ешқандай мысалы ID-ді беріп керек емес. Бар айырмашылық осында. Яғни біз қазір осындай API-мен жұмыс жасайтын боламыз. Мынаны кетіріп тастайық. Мысалды, енді URL-ге көшеміз. Aus, енді user viewset деп алайық. Бұл жерде біз Aus'тың орнына users деп қоямыз. Так, ал base name сол сияқты users деп алсақ болады. Біздің серверіміз жасамай тұр. Мынаны өшіріп, қайттан қосып көрейік. Has no attribute. Ол дұрыс, біз мына атын өзгертіп тастадық себебі. User registration viewset. Бізде серверіміз жасады. Егер көргілеріңіз келсе, мынандай лайфхак бар. For you in URL, router URLs, немесе URL patterns дейсіз, және print you дейсіңіздер болады. Сосын мына жерде қандай URL-дер бар, соны көрсетіп тұратын болады. Немесе router URL-дің ішінен қарап көрейік. Мінекей register деген бізде бар, және user aus жаңа мен көрсеткендей. Осындай endpoint'ымыз бар. Енді осы endpoint'ты пайдаланып көрейік. Бұл endpoint'қа біздер сұраным жібереміз. Send. Given token not valid for any token type дейді. Ол үшін біздер мына settings'ты тексеріп жіберейік. Settings'та біздер типін қанша уақытқа дейін access токеніміз өмір сүре алатынын береміз. Яғни 5 минут. Мен бұл токенді құрастырғаныма 5 минуттан көп уақыт өткен болса, менің токенім жарамсыз болып қалады. Сол себепті мен жаңа токен алу керекпін. Ол жаңа токенді мен refresh токен арқылы алам, немесе өзім қайтадан логин жасап алсам болады. Біздер қазір қайтадан логин жасап көрейік. Және access токен деген жерін көшіріп аламыз. Енді қайттан aus bearer токен деген жерге қоямыз. Енді келесі send деген батырманы басамыз. 500 деген бұл бізде авторизациядан өтті, бірақ бір қателіктер бар деген сөз. Енді ол қатені кодтан жөндеп көрейік. Яғни бұл жерде сериализатор data деген is valid деген сөз шақыруға болмайды деп тұр. Яғни мен viewsetке барам. Serializer data деген, яғни біз мына жерде көрсетілгенде is valid дегенді шақырмай тұрып, біз бұлай қол жеткізе алмаймыз. Сол себепті осы жерде қателік шығып тұр. Бұл жерде біздер мына датаны алып тастасақ жасау керек. Көріп тұрғанымыздай, біз оны дата емес, бұлай өзін бердік, яғни аргумент ретінде. Бұл аргументтен енді мен қандай адам болып авторизация жасағаны туралы ақпарат ала алам. Мысалы, міне Айдос Ерғали деген адам. Және тағы осылай, мысалы біздер жаңағы токенді тексеріп жіберсек болады. Мысалы, settingsқа мен seconds деп қоям. Бұл токен 5 секундқа ғана жарамды болып есептелсін. Және мен қайтадан токен шығарам. Осы токенді алып, мына аккаунтқа қоям. 5 секунд деген өте аз екен. Енді 25 деп көрейік. Қайтадан жаңа токен аламыз. Мына жерге қоямыз. Міне алып тұр. Енді бұл 25 секундтан кейін маған ақпарат бермей қалады. Міне көріп тұрғанымыздай біздерде бұл токеніміздің уақыты бітіп қалды. Сол үшін мен не істеймін? Мына жерде refresh дегенді аламыз. Осы refresh токен арқылы жаңа access токен аламыз. Мен жаңа access токен алдым. Енді осы access токенді біздер мына жерге пайдалансақ болады. Refresh және access токен артықшылықтарын айтатын болсақ, біздерде refresh токен мына access токенді жаңарту үшін пайдаланылады. Мысалы, біздер қарапайым Instagram желісін қарайтын болсақ, сіздер
қайта логин жасап отырмайсыздар. User, яғни логиніңізді, пароліңізді жазып кіріп отырмайсыздар. Яғни сіздің access токеніңізді біреу біліп қойған жағдайда бұл өмір сүру уақыты аз, яғни бір 20-30 минутта өзінің күшін жояды. Ал сіздерге қайта логин жазбау үшін осындай refresh токен жаңадан access токендер алып беріп отырады. Яғни бұл refresh токен құпия жерде сақталады, ал мына access токен ол қауіпсіздік мақсатында оның уақытын аз қоюға кеңес берем. Яғни осы access токенді қайта жаңадан алып отырамыз. Яғни принципі осындай қарапайым болып есептеледі. Ал мына refresh токендікін керісінше ұзағырақ қойсаңыздар болады. Мысалы, мен refreshке 1 күн деймін, ал access токенді яғни 1 сағат деп қалдырсам болады. Яғни бұл жерге 60 деп жазып қойсақ болады. Немесе сағатты былай беруге болады. Яғни мен access токенім 1 сағатқа жарамды, ал refresh токенім менде 1 күнге жарамды. Бұл есептеледі. Енді қазір біздер регистрация жасап, сол адам болып кіріп көреміз. Регистрация жасаған кезде, бізде барлық запросымыз дайын тұр. Password don't match. Паролімізді дұрыстап қояйық. Мінекей жаңа адамдарды қосып жатырмыз. Енді, username-ді алам. Жаңа токен аламыз. Басқаша токен келді. Енді осы токенді мына жерге қойып көрсем. Көріп тұрғаныңыздай басқа адамның ақпаратын алдық. Енді осындай нәрсені Postman'да автоматизация жасауға болады. Ол үшін біздер былай жасаймыз. Access токенді tests деген жерге барамыз да. Бізде жасанды интеллект бар осы жерде, осын пайдалансақ болады. Save a field from response дейік. Ол access токенді бізді access дегенді алып берді. Сосын access токен деген айнымалыға сақтап жатыр. Біз оны environment variable'дан гөрі collection variable дегенге ауыстырсақ. Енді сақтайым. Енді консольге жазып көрейік осыны. Console log access токен дейм. Мысалы, запрос жіберген кезде, мына жерде консоль деген батырманы бассаңыздар, көріп тұрғаныңыздай, міне біздің токенімізді дұрыс алып жатыр ол. Кетіре берсек болады. Бұның пайдалы жері, мысалы, бұл бізде осы коллекцияның ішінде variables деген жерде осындай жаңа айнымалы ашты. Енді осы айнымалыны болашақта барлық API-лерімізде оңай пайдаланып кете аламыз. Мысалы, мен мына жерге қолмен қойып отырмайым. Бұлай 2 фигуралық жақша ашамда, міне access токен деген айнымалыны таңдайым. Енді көрейік. Get access токен деп жаңа сұранын жіберем, және ауыстан осылай жіберсем, ол қаяда мекенін көрсетіп тұр. Сол сияқты мен енді токенді қойып отырмайым. IDOS деп жіберсем, маған IDOS-ның ақпаратын шығарып береді. Немесе админ, менде админ деген бар сияқты. Міне админнің ақпаратын шығарып берді. Бүгінгі сабақты осымен қорытындылай келсек, бүгін біздер access және refresh токендерін пайдаланып үйрендік. Және мынандай getOut деген жаңа endpoint реализациясын жасадық. Енді бүгінгі жазған кодымызды коммит етіп салып жіберейік. Біз мына жерде уақытын өзгерттік. Мынаны кодқа сақтап керек емес. Біздер view сеттеріміздің атын өзгерттік. Және URL-да views деген ішінде жаңа метод, яғни жаңа класс аштық. User view set деген. Ол класстың ішінде мынандай action бар, aus деген. Біздерде осы action арқылы жұмыс жасап тұр. Қысқаша осылай. Енді барлығын бір коммитпен атап, add users aus endpoint дейміз. Немесе API, немесе endpoint коммит жасайым. Және git push origin develop деп жазам.
Енді біздер коммиттеріміздің тарихын тексеріп жіберсек болады. Commits дегенге өтеміз. Суреттер. Және мына жерде history дегенге басамыз. Мына жерде тармағын develop деп таңдаймыз. Көріп тұрғанымыздай, міне біздің жаңа өзгерісіміз түсті. Кодымыз одан сайын дамып келе жатыр. Сабақты көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.